Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл мен Ермұхамед Мәулен, және сіздер әдеттегідей Аладоп YouTube арнасында отырсыздар. Біз әдеттегідей Қазақстан премьер-лигасының келе жатқан турына шолу жасаймыз, сараптама айтамыз, және өзіміздің ойымызда бар болжамдарды, жалпы қазақ футболында не болуы мүмкін, алдағы жаңалықтар және өткен аптаның қызықтарына да тоқталып өтетін боламыз. Ендеше біз бастаймыз, ал осы біздің видеомыздың шығуына зор септігін тигізіп жатқан біздің фондағы достар екендігін айта кетуіміз керек. Яғни олардың сайты бар, FonTeam деген. Сол fonteam.kz сайтында қызықты акциялар және неше түрлі әлем чемпионатына байланысты қызықты жағдайлар өтіп жатыр. Жейделердің ойнатылуы, iPhone және PlayStation 5 ойнатылып жатқанды айта кетуіміз керек. Ол жайлы ақпаратты сіздер осы видеоның астында комментарий бөлімінде тіркеліп тұрған сілтемені басу арқылы көріп қатыса аласыздар. Мінекей бұл кішігірім жарнамалық пауза болған еді, соны айту парызымыз еді, парызымыздан құтылдық. Ендеше біз 18-ші тур матчтарына шолуымызды бастаймыз. Сонымен 18-ші турдың алғашқы матчы Оқжетпес Жетісу арасындағы кездесумен басталады. Бұл ойын өте қызықты, тартысты өтеді деген ойдамыз. Өйткені Оқжетпес командасына артқа шегінерге жол жоқ. Өйткені соңғы матчтарда жеңіліп қалып жатыр. Тура сол әңгімені Жетісуға да айтсақ болады. Жетісудың да артқа шегінерге жолы жоқ. Өткенде өз алаңында Алтай командасына есе жіберген, жанкүйерлер айқай шу көтеріп Қайрат Нұрдәулетовті шақырып алып, Қайреке, мынау не масқара, бұл қашан команда жанданады, жақсы ойнайды деген секілді өздерінің базыналарын айтып жатқан еді. Енді бір жағынан Қайрат Нұрдәулетовті де қолдап кетуге болады. Оның алдыңғы турда ғана Ақтөбені ұтқан еді бұл команда өз алаңында. Сондықтан барлығы да жақсы деп айтуға болады. Енді тура ойыншылар құрамымен, қаржылық жағдаймен салыстыратын болсақ, Жетісу командасы енді топ 5-тің қатарында жүретіндей жағдайда емес. Сондықтан жалпы шама шарқысы белгілі ғой. Осының өзінен жоқтан бар жасап жүрген Қайрат Нұрдәулетовке тіпті қолдау көрсетуге дайынмын. Бірақ мына жерде Ринат Әлеуетов деген, ол да қазақстандық бапкер екендігін ұмытпауымыз керек. Осы екі жас маманның арасындағы тартыс өтеді десек қателеспегендігіміз. Оқжетпес өз алаңында ойнайды және барын салады. Ойыны жалпы жаман емес. Тобыл командасының қақпасын өткенде бір гол соққан, тіпті екінші гол салатында керемет мүмкіндігі болды. Сондықтан ойыны жалпы таңдаған футболшылары да осал емес. Сондықтан менің болжам өз алаңында Оқжетпес жеңілмейді. Ол жеңілмейді деген оңайлау болжам болып қалуы мүмкін. Сондықтан Оқжетпес командасы осы матчта 2 гол салады және жеңіске жетеді деген сондай бір сенімді түрде пікір айтқым келіп отыр. Енді өз алаңында болғаннан кейін көкшетаулық команда фаворит саналуы тиіс және сол фавориттігін осы жерде көрсетуі керек. Және Оқжетпес командасы қазір турнир кестеде 4-ші орында тұрғандығын айта кетуіміз керек. 27 ұпайы бар. Ал 3-ші орында тұрған Астанада 29 ұпай. Араларында 2-ақ ұпай айырмашылығы бар. Жалпы негізі осы бірнеше тур бұрын Оқжетпес 3-ші орында тұрған, тек Астана оны басып озды десеңіз болады. Жетісу командасы 10-ші орында 18 ұпайы бар. Оқжетпестен 9 ұпай қалып келе жатыр. Мінекей осындай болжам. Одан кейінгі матч Қызылжар Тобыл арасындағы кездесу. Қызылжар командасында бапкер ауысты. Виталий Жуковский команданың бас бапкері және Александр Найок деген футболшыны алды. Бірнеше трансфер жасады. 1-2 ойыншы кетті. Мысалға Демят Сіләмбеков деген секілді қорғаушы кетіп қалды командадан. Қызылжар командасы осы жолы бүкіл күшті салады. Мықты легионерлерін алаңға шығарады. Сөйтіп осы кездесуде менің ойымша фаворит саналатын секілді. Өйткені Тобыл командасы келесі аптада конференция лигасында өнер көрсетеді. Литваның Паневежис деген командасымен ойнауы тиіс. Сол ойынға дайындалатын секілді. Менің ойымша бір аралас жартылай құрам шығаратын шығар. Мысалға жаңадан келген Сенхаджи, Чесноков секілді ойыншылар алаңға шығады, бірақ дегенмен қосалқы құрамда отырған мысалға Дәурен Жұматқа да бір мүмкіндік берілетіндей, немесе қосалқы құрамдағы жастарды да осы жерде шығаруға болады. Сондықтан Тобыл командасына чемпионаттағы бұл ұпайды расын айтқанда аса қатты қажет етудің қажет жоқ. Сондықтан бар күшті Тобыл тура қазір
конференция лигасына салғаны дұрыс. Өйткені чемпионатта қазір 11-ші орында келе жатыр. 4-ке 3-ке кіріп кету өте қиын болатын секілді Тобыл командасына. Сондықтан осы кездесуде мен бір ағысқа теріс жүріп кішкене бір өзгеше болжам айтқым келіп отыр. Яғни Қызылжар өз алаңында ұтылмайды. Тіпті жеңіске жетуі мүмкін. Егер қақпада Бусурманов тұратын болса, тіпті 2 гол салып кетуі де мүмкін. Мінекей Оқжетпеске айтқан болжамды Қызылжарға да айтып отырмын. Бірақ Қызылжар чемпионатта фаворит емес, 15-ші орында 15 ұпайы бар. Ал Тобыл 11-ші орында 18 ұпаймен келе жатыр. Бірақ енді екеуінің арасы ұпай саны бойынша жақын болғанмен, ойын үлгісі бойынша, ойыншылардың құрамы бойынша Тобыл анағұрлым басым ғой, білесіздер. Бірақ чемпионат болғаннан кейін арасында біреулер сүрініп тұрады, біреулер ұтылып тұрады, біреулер аяқ астынан тұрақтылығынан айырылады. Кейбіреулер ротация жасап екінші құрамын шығарады. Осындай жағдайлар болып жатса, менің ойымша Қызылжар өз алаңында тіпті Тобыл негізгі құрамын шығарса да оңайлықпен берілмейтін команда. Сондықтан Қызылжарды осы матчтың фавориті деп санаймын. Одан кейінгі матч бізде Жеңіс Ұлытау арасындағы кездесу. Жеңіс командасының ойыншылар құрамы өте мықты. Мынау составын қарасаңыздар, Адилио секілді әжептәуір бразилиялық футболшылар, Исламбек Қуат бастаған жігіттер, әжептәуір деңгейде өнер көрсеткен легионерлер бар. Сондықтан менің ойымша бұл команда өз алаңында міндетті түрде жеңу керек. Бірақ Ұлытау да осал қарсылас емес. Ұлытаудың да гол жіберу өте қиын. Гол салуы да бір ерекше команда екендігін ескеретін болсақ, бұл ойынның голдарының саны аз болатын секілді. 3 гол кірмейтіндей болып көрінеді. Оның үстіне Ұлытаудың ойыншысы Сергей Келлер ордабасы командасына ауысып кеткендігінде естіген шығарсыздар. Осындай бір 2 трансфер тіркелді. Және тағы да бір Густаво Мендоса деген португалиялық футболшыны Қайрат командасы алыпты. Оны да айта кетейік. Чемпиондар лигасының қарсаңында күшейіп жатыр ғой түсінікті. Жеңіс Ұлытау арасындағы матч тең болып қалатын шығар деп ойлаймын. Али Алиев емес, орында басқа бір білікті маман болғанда, легионер маман, мысалға Демченко секілді, әжептәуір тактикасы бар, мықты, білікті бапкер болғанда, Жеңіс дәл осылай қазір турнирлік кестенің 8-ші орында жүрмейтін еді 21 ұпаймен. Анағұрлым жоғары болатын еді деп есептеймін өз басым. Сондықтан осы ойында да Жеңісті айқын фаворит деп айтудан аулақпын. Нұркен Қалдыбекұлы Мазбаевтың командасы да осал емес, ескере кеткеніміз жөн. Сондай бір жабық, иін тірескен, текетірес, сондай бір терезесі тең матч болатындай болып көрінеді. Атырау Қайрат арасындағы кездесу болады сенбі күні, 18 шілде күні. Атырау енді түсінікті, Қайраттан ұпай алып қалсақ, 1 ұпай болса тіпті тамаша болар еді деген пікірмен, тура Фиорентина секілді елдің бәрімен тең түсіп келе жатқан жайы бар. Қазақстанда осы Атырау командасы тең түскіш еді, бірақ ол тең түсушілердің қатарынан Атыраудығы әзір шығарып жібердік. 9 енді тең нәтижесі бар, түсініп отырмыз. Бірақ Алтай деген команда 7 рет тең түскен. Біз оны да есептеуіміз керек. Және 6 мәрте тең түскен командалар да бар. Мысалға, тіпті ертіс соңғы турдағы нәтижелерді қосатын болсақ, 8 мәрте тең түсіп отыр. Осындай жағдай. Ымырашыл, достыққа, сондай 1 ұпайға қанағат тұтатын командалар. Оның үстіне Қорғаныс арқылы ойнайды. Атырау бар күшін салады, Қайраттан ұпай алып қалайық дейді. Қайраттың жағдайы өте жақсы, көңіл күй керемет, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ дегендей чемпиондар лигасында жеңіске жетіп, сырт алаңда Сутьесканың сау тамдығын қалдырмай ұтып келіп отыр. Ендігі қарсыласы Омония деген команда Кипрге жолға шығады осы матчтан кейін. Енді Рафаэль Радикулы Уразбахтин, менің ойымша, жартылай аралас құрам шығаратын шығар. Жаңадан келген футболшылар негізгі құрамнан бір 4-5 ойыншыны алып қалатын шығар деген секілді ой бар. Соның өзінде де Қайрат фаворит. Қайрат ұпайдан шашау шығармау тиіс, және Атырауға шамасы жетіп те қалу керек. Матч енді Атыраудың алаңында Түркістанда өтетін болса, күннің аптап ыстығына қарамастан Қайрат ұпай алады, 3 ұпай алады деген ойдамын. Атырау қинауы мүмкін, көп деген бұрыштама көтереді, стандарт көтереді, 1 гол салуы да мүмкін. Бірақ енді
Атырау тең түседі деп мен қалай болжам айтам. Тағы да бір ұпай еншілеп кетеді деп айтуға сәл кішкене эксперттік эгом жібермей отқан жайы бар. Кейде Атыраудың ойыны ұнайды, кейбір эпизодтарда тамаша ойнап кетеді. Қайратты әбден тығырыққа тірейді ол команда. Мен сөзсіз оған сенімдім, бірақ мен үшін Қайрат бәрібір фаворит. Қайсар Каспий арасындағы кездесу болады. Сонымен қатар бұл енді матчты кімнің алаңында өтеді деп айтуда қиындау болып тұр. Енді құжат бойынша Қайсар командасы өз алаңында ойнайды Қызылордада. Бірақ Каспийде сол стадионды паналап жүргенін білесіздер. Сондықтан қызылордалық дерби деп айтсақ артық емес. Қайсарға қарағанда қазір Каспий командасы өте мықты, жақсы ойнап жүр. Ерлан Шойтоновтың ұжымы басымдылық алады деп ойлаймын. Және өз алаңында өтіп жатыр ғой Каспий үшінде. Сондықтан Қайсарды бір айқын фаворит 3-0, 2-0 есебімен жеңе салады деген әңгімеден мен аулақпын. Сондықтан Каспий командасына бүйрегім бұрып тұр осы жерде. Рамазан Абылайхан секілді жас жігіттер көзге түсетін секілді. Оның үстіне өткен жолы Каспий Ордабасыдан ұпай алған, ескеруіміз керек. Қазір қанаттандырып тұр бұл команданы бірдеңке. 13-ші орында 17 ұпайы бар. Каспий зона вылетіден, яғни ұшып кететін командалардың тізімінен жоғары көтеріліп алған. Оны да ескеруіміз керек. Және Қайсар командасына байланысты енді біраз ақпарат бар. Ақпарат көп негізі айта берсек. Өткен жолы матчқа пойызбен барған, автобуспен барған, ұшақ ұшпай қалған деген секілді әңгімелер бар ғой. Енді одан бөлек те клубтың айналасында мәселелер орын алып жатыр екен. Мысалға, Фейсбуктегі парақшасына Әділбек Жаханов деген қызылордалық журналист, футбол саласында жүрген Аси Инсайт парақшасымен белгілі бұл журналист мынандай жазба қалдырыпты. Бұл енді оқып отырып не айтарымды білмедім. Сіздерден ақыл сұрайын деп отырмын. Мен не айтамын мұндай жағдайға? Бұның шешімі қандай деген мәселе. Өздеріңіз құлақ тұрып тыңдап көріңіздерші. Былай деп жазады. Кәсіби футбол клубта кәсіби мамандар жоқ. Соның салдарынан Қайсардың жас аяқтаушылары QG лига жарыстарынан шет қалуы мүмкін. Өйткені Қайсар футбол клубының басшылығы лига тарапынан қойылатын ең қарапайым талаптарды орындай алмай отыр. Ескертулердің ішінде айтылған 2 комплект формамен қамтамасыз ете алмауы тіпті ұят енді. Балалар футболын дамыту үшін келдік деген инвестордың сөзі қайда қалды? Клубымыз дамиды ма десек күннен күнге құлдырап бара жатыр. Стадионның күзет басшысы клубқа директор болған соң кімнен не сұрарымызды да білмей қалдық. УБОПта бастық болған жаңа директор келгелі белсенді жанкүйерлер қамалып, біраз қысым жасалды, штраф салынды. Ал футбол командасына қатысты оң өзгеріс жоқ. Қайта кері кетіп бара жатыр. Клубты жекеге алса бұларға ешқандай бақылау болмай ма? Облыс бюджетінен бөлінген 1,7 миллиард теңге қалай, қайда жұмсалып жатыр? Осыншама қаржы бөлінгенде неге балалар формаға жейдеге жармай жүр? Деп жазыпты Әділбек Жаханов өзінің Фейсбукта парақшасына. Мінекей QG лигаға қатыса алмай 2 комплект жейде ала алмай отырса, онда әжептәуір проблема бар деген сөз. Оны енді қалай шешеді? Клуб басшылығы жаңадан тағайындалған Бақытжан Пазылқайыр мырза айналысатын шығар, араласатын шығар деген ойдамыз. Алдағы уақытта бұл мәселе шешілуі тиіс. Енді шешілмесе бұл барып тұрған ұят нәрсе, абыройсыздық деп айтар едім. Сондықтан іс насырға шаппай тұрғанда осы жерден келесі бағдарламада осы мәселені тағы да қазбалап түртпектеп отырмай қояйық. Өздеріңіз шешетін шығарсыздар деген ізгі ниеттеміз, ардақты ағайын. Жексенбі күні 19 шілде күні бізде тағы да бір 2 матч бар. Оның бірі Алтай мен Ақтөбе арасындағы кездесу. Екіншісі Ордабасы мен Елімай арасындағы матч. Тура сол күні чемпиондар, әлем чемпионатының финалы болады ғой, Испания мен Аргентина. Соның алдында Ордабасы мен Елімайдың матчын көрейін деп тұрмыз. Екеуі де қызықты болайын деп тұр. Алтай Ақтөбе матчына тоқталайын. Жексенбі күні сағат 5-те басталады. Мынау матчтар 5-те басталады демекші. Бүгін Қазақстан бірінші лигасында бір қызық оқиға болды. Арыс командасы Арыс қаласында орталық стадионда
Тұран командасымен ойнады, жеңілді 4-0. Я Тұран жеңетін еді жалпы. Мәселе онда емес, кім жеңсе жеңбесін. Арысты бұл жерде ешкім кінәлайын деп отқан жоқ, жеңіліп қалдыңдар ғой деп. Алаңда, мынау стадионда, ПФЛК-ның осы КФФ лиг сайтында 42 градус тіркелген. 42 градуста матчты қалай ойнады деген менде сұрақ туындайды. Осыған байланысты жаңа комментатор Мәулен телеграм арнасында мен бір кішігірім постта жазған едім. Соны оқи салайыншы, қазір мынау сөздерімді қайталауға да шамам жетпей отыр. Арыс пен Тұран ойнап жатыр. Стадионда 42 градус дейді. Футболистерге гидратион керек 4 рет. Мынау өте қауіпті жағдай. Прожектор қосып, кешкі салқынмен ойнауға ешкімнің басы жетпеді емес. Жетті, бірақ ары қарай жауабы жоқ бұл сұрақтың. Демек, бізде прожектор сатып алуға әкімшіліктің, жергілікті биліктің зауқы соқпай отыр деген сөз. Енді 42 градуста футбол ойнау қазір бүкіл Қазақстанда аптап ыстық болып жатыр. Енді өте ауыр нәрсе менің ойымша. Бұл қастандық қазақ футболына жасалынып отқан. Стадионға прожектор алып келіп, кешкі сағат 9-да ойнауға болады ғой, әп-әдемі көрініспен, қоңыр салқынмен футболистерден обал деп есептемейсіздер ме, қадірменді ағайын? Сол футболистер осы қазақ қоғамында неге жек көрінішті, неге жау болып саналады, мен түсінбедім. Олар да тура сіз бен біз секілді адамдар ғой. Біздің бауырларымыз, кейбіреуіміздің баламыз, кейбіреуіміздің ініміз дегендей. Олардың жағдайын, олардың денсаулығын ешкім ойламай ма сонда? Жоқ, әлде бір футболшының қан қысымы көтеріліп, көзі қарауытып, есінен танып құлап қалғанын күтіп отырсыздар ма? Жоқ, енді 42 градуста футбол ойнау деген бұл масқара барып тұрған. Қазақстан футбол федерациясының басшысы Марат Талғатұлы Омаровқа, оның көмекшісі Бекжан Сафиновке және кәсіпқой футбол лигасы дирекциясының басшысы Ержан Тезекбайұлы Мұсабеков мырзаларға осы видеоны арнағым келеді. Ағалар, көмектесіңіздер. 42 градуста футбол ойнау деген былай тұрсын, көшеде әшейін жаяу жүрудің өзіне қорқып отырмыз ғой. Кішкене салқын кабинеттен шығып, осы жас футболшылардың, енді бірінші лигада ойнап жатқан жігіттердің біразы жас футболшылар, 2007 және 2008 жылғы балалар. Солардың жағдайын кішкене ойлайық, салқын кондерді өшіріп, далаға шығып көрейік олардың да жағдайын. Масқара ғой мұны. Алтай мен Ақтөбе арасындағы болжамға тоқталайын. Енді Ақтөбе фаворит мен үшін. Өткенде кубокты Алтай жеңіп кеткен, есесі қалып кеткен Ақтөбенің, сондықтан Ақтөбе жеңетін шығар деген ойдамыз. Бірақ сөйтіп айтуын айтқанмен, түсініп отырсыздар, бұл болжам шықпай қалуы да мүмкін, Ақтөбе ұтпауы да мүмкін. Ешкім оны жоққа шығармайды. На то и болжам дегендей. Ақтөбе командасының бас бапкері Штефан Таркович қызметінен кетті деген әңгіме бар. Және сербиялық бір легионер кеткен, атын ұмытып қалдым. Атын жаттап үлгермей жатырмыз қазір кейбір легионерлердің. Ең қуанышты жаңалық, Ақтөбе футбол клубына Абат Айымбетов қайта оралды. Румыния чемпионатында Петролул командасында өнер көрсеткен футболшы Ақтөбеге туған жеріне қайта оралды және екінші айналымды осы Ақтөбе сапында өткізеді және топырлатып гол салатын шығар деген ойдамыз. Абатпен өзім жеке сөйлестім, медициналық тексерістен өтті, енді жақын арада алаңға шыға бастайды. Алдағы уақытта бір 20 минут, 30 минуттан бастап ары қарай бабына келіп қайтадан Ақтөбенің нағыз сұрмерген шабуылшысына айналады ғой деген ойдамын. Алдағы уақытта Ақтөбе командасына жанкүйерлік етпесек те енді бір жақсы ілтипатпен қарап пікірімізді білдіріп отырамыз. Мен әрқашан айтам, бейтарап болуға тырысам, ешқандай футбол клубының сойылын соққан емеспін. Қазақстандағы бүкіл футбол клубтарының барлығын сынап шыққан адаммын. Сондықтан да біреуге жанкүйер болатындай жағдайда емес. Мен қазақстандық клубтар Еврокубокты ойнаған кезде отанымыз ғой, қазақстандық клуб қой деп жанкүйерлік ететін бар. Оны жасырмаймын. Жексенбі күнгі келесі бір матч Ордабасы Елімай арасындағы ойынды айтайық. Ордабасы командасы Сергей Келлерді сол қапталдың қорғаушысын алып отыр. Команда сапын күшейту мақсатында конкуренция, бәсекелестік болу керек. Және ортада Алтай командасымен ойнады. Кубокта 3-0 ұтып жатқан, соңында бір гол жіберіп алды байқаусызда.
сөйтіп 3-1 есебі тіркелді. 2 доп айырмашылығы бар. Алтайдан енді басым түсіп финалға жолдама алады ғой деген ойдамыз. Ал чемпионатта Ордабасы командасына жеңілмеу керек. Елімайды ұту керек. Елімай айтпақшы конференция лигасында ауыр матч өткізді. Экстра таймға кеткен кездесуде гол салып, 1-0 есебімен басым түсіп, келесі айналымға жолдама алды. Енді одан кейін тағы да оның қарсыласы болады, тағы да Еуропаға сапар шегеді, ойындар пайда болады. Сондықтан Елімайға қазір кішкене чемпионатты қоя тұру керек секілді менің ойымша. Сөйтіп барып, Ордабасыға қарсы матчқа бір жартылай араласқан құрам шығарса да болып қалады-ау деген ойдамыз. Мінекей осындай жағдай. Одан кейін Мирас Оматай деген ертіс сапында өнер көрсеткен футболшыны Елімай алыпты. Өйткені Рамазан Оразов маусым соңына дейін футбол ойнамайды, ауыр жарақат алыпты деген ақпарат жетті, өкінішті әрине. Сондықтан осы матчта менің ойымша Ордабасы фаворит болады және жеңіске жетуі тиіс. Өйткені қазір Қайрат та Ордабасы да жеңілуге ешқандай құқықтары жоқ, былайша айтқанда. Бірінші орында чемпиондыққа таласып келе жатқан командалар ғой, сондықтан Ордабасыға опайдан шашау шығармау керек осы ойында да. Өз алаңда жеңуге тырысады деген ойдамыз. Ал ең аяныштысы, ең өкініштісі осы аптада болған матчтардың ішінде бұл Астана Динамо Тирана арасындағы матч, конференция лигасының кездесуі. Тиранаға барып тұрып жеңіп келген Рамазан Кәрімов гол соғып, өз алаңында ойнап жатқан, барлығы тамаша. Марин Томасов құлап, оның орнында пенальти белгілеп, оны Бауыржан Исламхан голға айналдырды. Бірақ жағдай күрт өзгерді. 49-шы минутта Кажу Коловас деген футболшы алаңнан қуылып кетті. Мінекей осындай жағдай. Тура осы информацияны айтып жатқан кезде қадірменді мінекей Алашкерт командасы есепті 2-2 қылып кетті. Экстра таймның соңғы 121-ші минутында не деген 1-2 минут шыдауға болатын еді ғой. Елімай қазір Еврокубоктан да қош айтысу мүмкін. Қазір пенальти тебіседі, оның да нәтижесін сіздерге айта кетерміз. Бәрібір енді Елімайдың Еврокубокте тәжірибесі жоқтығы білінеді. Бағана матчты көріп отырдық. 90 минуттық матчтың ішінде Алашкерт командасы 16 бұрыштама көтерді. Қаншама соққы жасады. Негізі сол 90 минуттың ішінде гол ұрмай, әйтеуір Елімай шыдас беріп, экстра таймда бірден пенальтиден гол салып алып, бір бағжандау деп отқан еді, бірақ 120-ші минутта гол жіберіп алды. 120 плюс 1-де нақты айтатын болсақ. Енді қазір пенальти тебіседі, Коновалов деген қақпашыға күніміз қарай деп тұр осылайша. Енді әлбетте Елімайдың жеңіп келесі кезеңге шыққан қалаймыз, өйткені Қазақстанның командасы, Қазақстанның клубтарының рейтингіне әсер ететін матч екендігін білесіздер. Ұпай екендігін білесіздер. Сондықтан жалпы жағдай осындай. Ал Астана командасы енді 10 адаммен қалған, Кажуколовас 49 минутта алаңнан қуылды. Бұл жерде Йосип Чондрич деген хорватиялық легионер қақпашының кінәсі. Аспандағы допты ала алмай, тоса алмай, Мұхамеджан Сейсенді армандап қалды осы жерде. Қаншама жанкүйер Мұхамеджан болғанда мынандай қателік болмас еді осы жерде. Неге екендігі түсініксіз. Григорий Константинұлы Бабаян Чондричті негізгі құрамға қоя береді, соған сенім артады. Кейбір енді бір деректер бар. Марин Томасовтың да қалауы сол дейді, Чондрич негізгі құрамда тұрсыншы деген. Сондай бір өтініш айтқан, енді отандасына кішкене көмектескен шығар. Сөйтіп, экстра тайм басталған кезде Вилла деген футболшы гол салып кетті. Содан кейін, мінекей, Динамо Тирана командасы 1-3 есебімен алға шығып, жеңіске жетіп тұр. Қазір 121-ші минут. Сонымен шамасы Астана командасы биыл конференция лигасынан жарысты аяқтап осы жерде шығып қалатын секілді. Мінекей жағдай осы. Ал енді қазір пенальтилер сериясын күтейік. Елімай командасы Алашкерт қақпасына топырлатып 5 пенальти салса болды, мәселе шешіліп тұр. 5-4-ні ұрып Сабиян, армениялық қорғаушы. Енді Елімай командасынан қазір таразбасын теңестіретін ойыншы керек болып тұр. Да, пока что команды идут вровень.
счете 6-5 в пользу Алашкерта. В серии послематчевых пенальти к мячу подходит Паласио, 14 номер Елимая. Он тоже левша, он тоже будет левой ногой бить. Итак, не такой большой разбег, берет Паласио и... Қадірменді ағайын, сонымен мінекей өздеріңізді естіп отырсыздар. Елімай Алашкерт арасындағы пенальтилер сериясы. Дуан Паласио пенальтиді сала алмады. 5-6 есебімен Алашкерт командасы келесі айналымға өтті. Мінекей өкінішті әрине. Елімай командасы өз алаңында қолда тұрған мүмкіндікті жіберіп алды. 120+1-де гол жіберіп алған, және пенальти сериясында осындай бір қателік жасап алды. Бұл енді лотерея деуіңіз мүмкін. Тура сол лотереяға дейін жеткізбеу керек еді деп тағы да бір әңгіме айтамыз. Өкінішті әрине, Елімай конференция лигасынан жарысынан бірінші айналымнан шығып қалды. Ал қадірменді ағайын, біз сіздерге осы Қазақстан чемпионатындағы болып жатқан жағдайларды барлығын түсіндірдік. Келесі бағдарламамызда біз міндетті түрде Қазақстан ұлттық құрама командасының бапкері жайлы инсайтты да анықтай түсерміз. Жалпы өзге де қызықты ақпараттармен сіздердің алдарыңызға қайта оралғымыз-ақ келеді. Және әлем чемпионаты біткен соң Қазақстан чемпионатына баса назар саламыз, және қазақстандық клубтардың Еурокубоктардағы сайыстарына да тоқталып егжей-тегжейлі әңгіме айтатын боламыз. Сіздер үшін бүгін студияда сөз сөйлеген мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.